Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығы және Семей қаласының білім бөлімі аймақтық 14-ші Абайды оқы Таңырқа білім сайысын өткізді. Байқауға қала және қала маңындағы жалпы орта білім беретін мектептердің жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Бүгін Абай музейінде 14-ші Абайды оқы Таңырқа білім сайысы өтіп жатыр. Бұл білім сайысын біз Семей қаласының білім бөлімімен бірлесе ұйымдастырып жатырмыз. Бұл аймақтық білім сайысы, яғни биыл 14-ші жыл дәстүрлі түрде осы ұйымдастырылып келеді. Бұл сайыстың негізгі мақсаты осы қазақ балалы ақыны Абай Құнанбайұлының мұрасын, оның әдеби ортасын, жасөспірімдер арасында Абайдың мұрасын, шығармашылығын кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпы бұл сайыс негізі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бұл Абайдара тақырыбында эссе жазу, екінші бөлімі ол білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп аталатын екінші айналым, яғни оқушылар осы бөлімде яғни сұрақ-жауап кезеңінен өтеді. Ал үшінші бөлім ол талап қыл артық білуге, яғни билет сұрақтарына жауап береді. Яғни осы негізі бірінші айналым эссе бөлімінен жалпы үздік жұмыстардың барлығы екінші айналымға жолдама алды. Осы бүгін міне Абай музейінде екінші айналымға жолдама алған осы қала және қала маңындағы мектеп оқушылары қатысып жатыр. Жалпы біздің бұл сайыстың әділ қазылар алқасының құрамында осы Абай оқулығының авторы Гүлнар Ағзанқызы Құнафина мүшелік етуде. Сонымен қатар осы Абай музейінің ғылыми қызметкерлері осы сайыста әділ қазылар алқасының мүшесі болады. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші орынды номер 44-ші мектеп оқушысы Баяхметова, екінші орынды номер 45-ші мектеп оқушысы Балаханова және Шәкәрім атындағы көпбейінді мектеп гимназиясының оқушысы Сайлаубаева, үшінші орынды номер 15-ші мектеп оқушысы Бекатаева, 42-ші мектеп оқушысы Балаханова және Түркісіп мектебінің оқушысы Дәулетбеков иеленді. Номер 31-ші мектеп оқушысы Сағидоллаева алғыс хатпен марапатталды. Осында белгілейсіздер. Мына қағазды мыжымайсыздар, артық шимайламайсыздар, дәл осы қалпында, сосын болғаннан кейін тапсырасыздар, жақсы ма? Қазақ география бастамасымен алғаш рет Қазақстанның бірінші географиялық диктанты өтті. Аталмыш шараның мақсаты географиялық білімді насихаттау және еліміздің тұрғындары мен қонақтар арасында Қазақстанның географиясын зерттеуге қызығушылықты арттыру. Географиялық диктант қатысушылардың ойлау қабілетін дамытып, географиялық білім беруді жүйелейді. Сонымен қатар бұл шараға қатысу білім беру мекемелері мен қоғамдық ұйымдардың еліміздегі білімі мен мәдениетін дамытудағы белсенді рөлін көрсетеді. Бүгінгі тест арқылы біз өзіміздің болашақта қандай педагог болатынымызды және қандай маман иесі болатынымызды тексеру үшін осы диктантқа келіп отырмыз. Және де осы диктантты ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де бүгінгі қатысушыларға сәттілік. Қазақстанның географиясы бойынша тестілеу еліміздің бірқатар қалаларында, соның ішінде Семейде бір мезгілде өткізілді. Диктантты өткізу орны ретінде Қазақстанның 10-ға жуық жоғарғы оқу орындары мен географиялық ұйымдары белгіленген. Семейдегі географиялық диктант өткізу орнының бірі Әлихан Бөкейхан университеті болды. Әртүрлі жастағы қатысушылар мен мәдени топтар жазбаша 40 сұрақ бойынша білімдерін жарыстырды. Жеңімпаздар осы аптаның аяғында белгілі болмақ. Енді біздің өзіміздің қоғамдық бірлестіктің атынан, Қазақ география бірлестігінің атынан осы ұйымдастырып жатқан Әлихан Бөкейхан университетіне өзіміздің алғысымызды білдіреміз.